Түлкі мысық кеткеннен кейін деп әтеш алыс орманға кетеді. Түлкі мысық кеткеннен кейін әтешке келеді. Әтеш шыдай алмай терезеден басын шығарады. Түлкі бас салады. Түлкі мысық ар жағынан келіп түлкіге мысық әтешке көмектеседі. Деп екеуі қашып кетеді. Келесі күні әтеш пен мысық тағы да өздерінің күнделікті шайларын ішіп отырады. Бір кезде мысық әтешке: